Жарты әлемді тізе бүктірген тарихтың ең ұлы қолбасшысы Шыңғыс хан. Оның әскерінен бүкіл империялар қорықты. Бірақ осындай құдіретті адамның өзі ажалды жеңе алмады. Ол неден қайтыс болды? Аттан құлады ма, әлде оны біреу өлтірді ме? Оның қабірі неге осы күнге дейін табылмаған? Бүгін біз Шыңғыс ханның соңғы күндері туралы шындықты айтамыз. 1227 жыл. Шыңғыс хан Таңғұт патшалығына, қазіргі Қытай жері, қарсы жорыққа шығады. Ол кезде ханның жасы 60-тан асқан еді. Ресми деректер бойынша аң аулап жүргенде ол жабайы аттан құлап, қатты жарақат алады. Соның салдарынан денесі қызып, ауруы асқынып кетеді. Бірақ халық арасында басқа да аңыздар бар. Ең танымалы Таңғұт ханшайымы Күрбелжін қатын туралы. Аңыз бойынша ол Шыңғыс ханды түнде ұйықтап жатқанда жаралаған. Тағы бір нұсқа хан жұқпалы аурудан чума қайтыс болған деседі. Қайсысы шындық екенін ешкім білмейді, өйткені ханның өлімі қатаң құпия сақталды. Шыңғыс ханды жерлеу рәсімі нағыз тірелерге ұқсайды. Оны жерлеуге барған 2000 адам жолда көргеннің бәрін өлтірген. Ал жерлеп болған соң, сол 2000 сарбазды басқа әскер қырып салған. Осылайша ханның қайда жатқанын білетін бірде-бір адам тірі қалмады. Қабірінің үстіне мыңдаған жылқыны өткізіп, жерді теп-тегіс қылып тастаған. Бүгінде ғалымдар космостан спутник арқылы іздесе де, Шыңғыс ханның зиратын таба алмай келеді. Бұл ханның соңғы тілегі еді, оны ешкім мазаламауы керек. Ал сіз қалай ойлайсыз, ол аттан құлап өлді ме, әлде қастандық па? Пікірге жазыңыз.